Оқу іс-әрекетті ұйымдастыру әдіс-тәсіліне тоқтайтын болсақ, баламен жұмыс жасауда, әсіресе мінез-құлқысында бұзылысы бар балалармен жұмыс жасауда, мінез-құлықты қолданбалы талдау әдісімен жұмыс жасаған тиімдірек болады. Сол әдістердің кезеңдері мына біздің әдістемелік құралда жақсы көрсетілген. Мінез-құлықты қолданбалы талдауда бірнеше қолданылатын әдістер өте ыңғайлы балалармен жұмыс жасауда қолдану. Сол әдістердің бірі ынталандыру әдісі, яғни күшейту деп те айтады. Мінез-құлықты күшейту үшін балаға мотивация беруге болады, және сол мотивацияның арқасында баланы оқу іс-әрекетіне қызықтыруға болады. Және де сонымен қатар баламен жұмыс жасауда жетондық жүйе деген бар. Баланы қызықтыру үшін, ұзақ уақыт баланың зейінін ұстап тұрақтандыру үшін біз жетонды әдісті қолданамыз. Бұл жетонды әдістердің өзінің жұмыс жасау кезеңдері бар. Ол әдістемелік құралда нақты, жақсы, түсінікті көрсетілген. Келесі әдістер әдістемелік құралда көмек түрлері деп белгіленген. Көмек түрлері балаларға сабақ барысында мұғалімге назар аударуға, мұғалімнің берген нұсқауларын орындауда уақытымен көрсетілетін болса, онда тиімді нәтижеге жетуге болады. Педагог ассистенттің басқа мамандармен де өзара тығыз байланыста жұмыс жасауы өте маңызды. Сол бағытта педагог ассистент психологпен, психологиялық педагог қолдау көрсету қызметінің психологымен тығыз байланыста жұмыс жасайды. Психолог пен педагог ассистент баланың мінез-құлқысындағы бұзылыстарды талқылайды және бірге отырып мінез-құлықты түзету хаттамасын толтырады. Оны әрдайым бақылап отырып, динамикасында қарап отырады, қаншалықты бағдарлама дұрыс жазылды және қандай нәтижелер бар екен. Сонымен қатар педагог ассистент арнайы педагогпен де тығыз байланыста жұмыс жасайды. Арнайы педагог, егер де педагог ассистент жеке жұмыс жасаса баламен, арнайы педагог оған қандай пәндерден қандай тапсырмалар, қандай тақырыптар бойынша жұмыс жасау керек екенін айтып беріп отырады. Сонымен қатар логопедпен де тығыз жұмыс жасайды, өйткені логопедтер баланың сөйлеу тілінде, қарым-қатынасқа түсуде жасалатын көп атқаратын әдіс-тәсілдері бар. Оны педагог ассистентке айтып түсіндіріп беріп отырады. Келесі тығыз байланыста ең маңызды жұмыстардың бірі педагог ассистент пен мұғалім арасындағы қарым-қатынас. Мұғаліммен тығыз байланыста жұмыс жасау керек. Мұғалім мен баланың арасындағы көпірді құрастыратын педагог ассистент. Сондықтан да бұл жерде мұғалім бала үшін маңызды адам болғандықтан, педагог ассистент баланы мұғаліммен қарым-қатынасқа түсуге, мұғалімнің нұсқауларын орындауға дайындайды. Келесі жұмыс ол ата-аналармен жұмыс. Ол ата-аналармен күнделікті коммуникативті парақтары бар, қарым-қатынас парағы. Сол қарым-қатынас парағын күнделікті толтыру арқылы ата-аналармен тығыз байланыста жұмысты атқарады.